Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Ерал және Қазақстан Тауық каналы. Талдықорған қаласында жаны таңертеңге жақын жаңбыр жауған. Біздің огородтарымыз гүлдеп жатыр уже. Мен бір ретте отырғызған бидайымды сіздерге көрсете кетейін. Ол бидайымды міне кәміски шығып қалды. Осындай міне. Осындай қарақаттар гүлдеп, грушалар гүлдеп жатыр. Міне өйстіп клубника гүлдеп жатыр. Соңы мен балапандарым өсіп қалды. Ертең құдай берсе бір ай болады осы балапандарға. Міне осы балапандарға берсе бір ай болады. Сіздерге көрсете кетейін. Міне осы балапандар. Міне анасы. Бұлар туралы менде видео бар. Бізде Талдықорғанда, Алматы жақта, Алматы облысы жағында жаңбыр жауғандықтан мен мыналардың ішіне мынандай банядан тауып алған нені үйге әкеп қойып қойдым. Соны мынандай кормушка салып қойдым. А то мамасы аяғымен жемді қайта шаша береді. Содан кейін бағана жаңбыр жауғанда бұлардың аяқтары тоңып қалмас үшін ана немізге үйшігімізге су тимес үшін шифрды үстіп қойғам. Потом менің мына жердегі породистый балапандарым, какинхим брамаларым осы жерде тұрған. Мына жерде үйшіктер тұрған, мына жерде прогулочныйлар тұрған. Олар бізде бағана обедке таман күн қатты суық болғандықтан оларды әкем екеуміз қораға кіргізіп қойдық. Олардың халдерін көрсетем. Потом достар, мен сіздерге айтқан жоқпын. Осындай ломон браун несушкаларын алып келгем, осындай ломон браун несушкалар. Бірақ та менің әтешім олар таптамайды екен. Білмеймін неліктен. Әтешімде соңғы кезде арық болып кетті, арып кетті, азып кетті. Вот. Потом мына жердегі біреусі, анау, потом мына жақтағы біреусі. Потом, в общем, где-то екі-үшеуі түшкіріп жүр бізде. Осы менде түшкіріп жүр. Неліктен десем, мен бұлар ғана балапандарды қарайын деп жылы су құюды ұмытып кетем. Ар жақта тұрған, огород жақта тұрған суларды құя салам осыларға суық кезінде. Және еще жаңбыр жауғаннан да бір себеп болуы мүмкін, түшкіріп қалған. Ал кейін кезде нормально болып жүрген. Бұлар птицефермадан келген, 10 ай бұларға. Жалпы аяқтар жылтырап тұр, аяқтары жас тауықтар екен көрініп тұр. Мен ауыстырып қалған өзім тауықтарым, мына күрік тауығым бұйыртса 2-3 күннен шығарады балапандарын. Міне тауықтарым осындай жерге ауыстырып қойдым. Міне неліктен десеңіздер, бұлар мына жерде тұрғанда қайта шиқылдап, жаңбыр жауғаннан аяқтарына су өтіп тоңып кетті. Потом олар тоңғаннан ауырып қалуы мүмкін, потом өліп қалуы мүмкін. Сол себептен осы қораға кіргізіп қойдым, светін жағып, вентиляциясын жауып, қораны жылытып кіргізіп қойдым. Сол жалпы менің жаңалықтарым. Қораны ақырындап тазартып жатыр. Сосын мен осы Алла бұйыртса жазда мына жақтың бәрін боксыдығын алып тастап, в общем, мына жерден короче, осы жерден мына жаққа дейін не қосамыз, новый территория қосамыз, короче. Осы наяқтан наяққа дейін қосамыз, в общем. Осы жер чисто цыпляточное отделение. Мына жақ білетіндеріңізде осындай родительский стадо тұрады осы жақта. Қора, бәрі білесіздер. Жалпы өздеріңіздің тауықтарыңыз қалай? Вот. Тауықтарым шүкір жақсы, ауырып атқан жоқ. Мамасымен бірге міне жүр бәрі. Қалдары жақсы бәрін. Мен сіздерге кішкене түсіп кетейін. Тауықтарым. Вот. Жаңағы айтып кеткен күрікке
лигорн далматинец оңтүстікпен доминант оңтүстік қоссам деп отырмын. Жаңа қорада көрсеткен күрк тауыққа ала берсе бір күннен кейін. Мен ақтауымда да сондай болған, и потом жаңағы тауықта да сондай болған, мына жерде тұрған тауықта, ана қораға кіргізіп қалған тауықта да сондай болған. Мына ақтауық өзі 11 балапан таза шығарды. Мен балаға 10 кучинский балапан қостым. Потом қорада тұрған тауыққа ол өзі 11 балапан шығарды, я. Жоқ, даже 10 балапан шығарды. 10 балапанның оларда бірақта жұмыртқасы породисті болды. И потом оған 11 балапан қостым. Кучинский шатыс лигорн. Тауықтарым халдары жақсы. Бұларға қандай тамақ беріп жатыр деп айтсаңыздар, сіздерге көрсете кетейін. Онда көрсетпедім. Мен бұларды бірден бір себеп мына жаққа аулаға шығармаймын. Себептен қазір бізде гүлдер нелер өсіп келе жатыр, гүлдеп жатыр. Бұлар бұның бәрін шұқып жеп қояды. Сол себептен күннің шашуы жоқ болғандықтан, бұларға мен осындай қоспалар берем. Сіздерге көрсететін боламын. Так. Сөйтіп жағайын. Так, қоспаларға келетін болсақ, не беремін мен өзімнің бір айлық тауықтарыма. Осындай ракушка, морская, кормовая деген берем осындай мне. Потом осындай рыбий жир, осындай мне. Осындай мне жазырыпты дозы деп тұр мне: собака 5 миллиграмм, крупный рогатый скот 10 миллиграмм, телята 10 миллиграмм, свинья, поросята 5 миллиграмм, птица, куры 1 миллиграмм. Бұны бүкіл өзінің нормасымен беру керек. Менде нормасымен бергенге осы жерде осындай весі бар. Мындай стакан бар. Осы стаканына весі алып қоям. Весесін көрсетеді. Таресін басам. И потом өлшеп берем. Бір балапанымыз где-то 10 грамм жейді күніне. 10 грамм жем жейді. Так, рыбий жир көрсеттім сіздерге. Ракушка, морская, кормовая көрсеттім. Ала берсе демаста теңге қалса алькара алам. Потом мынандай кальций фосфор берем. Осындай міне көрсетсем сіздерге. Міне, в общем, кормовой кальций ғой мынау. Тауыққа, балапандарға, сүйектеріне, нелеріне, в общем, осы қажет. Жалпышы осындай сүйектеріне, нелеріне. Бұл да өзінің нормасымен. Бұл да бір балапанға 1 грамм или 2 грамм. Получается где-то 20 грамм, плюс мамасы бар, 25 грамм. Потом зерноға келетін болсақ, зернодан менде осындай дробленый кукуруза. Содан кейін рыбокосный мука. Так, жмых, бидай, арпа дробленый. Осындай заттар берем мен өзімнің балапандарыма 1 айдан бастап. Строго 1 айдан бастап, прямо строго 1 айдан бастап. 1 айға дейін бұндай заттардың ешқайсысын беруге болмайды балапанға, себебі оның пищеварениесі әлі дұрыс жасалмаған ол. Жалпы болмайды 1 айдан кейін, бірақ бересіз осы заттарды. 1 айға дейін максимум комбикорм аласыз. Стартқа осындай кальций фосфор и ракушка, морская, кормовая бересіз. Қосып берсеңіз болады. Өйткені мына ішінде кальций, бұл сүйек қатайтады, және тауықтың периясын кішкене нетеді, жүнін көбейтеді. Мынау да сондай бөле.
бірақ та бұл бәрі емес, бұл в общем минерал ғой, минеральный. Мысалы көп тауыққа витамин жетіспейді, осы көмектеседі балапандарға тез өсуіне. Вот. Мысалы наличие бұндайды мысалы жерден қазып бұлар алмайды ғой, дұрыс қой. Бұны несіне, в общем, тамағына араластырып бересіз. Бұл 1 айға дейін. 1 айға толғанға дейін комбикормына араластырып бересіз. Мынадан кальций фосфорттан 2 грамм бір балапанға, анадан тоже 2 грамм бір балапанға. Есептейсіздер ғой, қанша балапансыздар. 1 айдан кейін уже сол рыбий жир, рыбокосный мука, жмых, арпа, бидай, кукуруз, сондай араластырып бересіздер. Сол. Сау болыңыздар достар, сіздермен болған мен Ералым. Сау саламатта жүріскенше жолдарыңыз болсын. Сау болыңыздар.